Қазір ғана Әкем театрында жүрегімнің иесі атты драмалық қойылымды көріп отырмыз. Жалпы бұл қойылым кеше де көрдік, бүгін де көрдік. Жалпы дәл қазіргі кездің өмірдің нақты бейнесін сондай алатын, нақтылыққа ғана жұмыс істеген бір аса бір сәтті қойылған. Бүгінгі замандағы нағыз қыздардың көзқарасы екі топқа бөлінген деп ойлаймын. Соны алып шыққым келді. Екі кереғар пікірдің қақтығысы ретінде бір драматургиялық конфликт жасағым келді. Жалпы 23 жасымда жазғанмын. Ол кезде енді кәрі қыз деген бір қарағанда қорқытпау керек адамды. Бірақ мен сол кезден бастап ойланатынмын, себебі ғылым академиясында жұмыс жасаймын 5 жылдай. Бізде өкінішке қарай отырған қыздар өте көп айналамызда. Соларды түсінемін және өзімнің де болашаққа деген қорқынышымнан туындаған шығарма. Бұған мен сіздерге айта аламын, Чарли Чаплиннің қызына жазған хаты бар. Мен соны премьер қылып айтқым келеді. Бұл жерде айтады: қызым, қызы Валерина болған. Қызым, сен сахнада жасаған дүниеңді өмірде көрсетпе дейді. А бізде керісінше өмірде көрсетсе, сахнада ештеңе істей алмайды. Біз керісінше бұлай жасауға болмайтындығын, осындай жағдайға түскен қыздардың да алдыға қарай ұмтыла беруіне болады. Жизнь продолжается, өмір әлі алда. Бұндай жағдайға түссең де алдыға қарай бас, ештеңе етпейді деп айтқым келеді. Үміті сөнбейді. Спектакльдің барлық осы ойы, смысл ол актрисаның жеткізіп отырғаны, это интимная исповедь болып отыр да. А бұл жерде көп жерде интимная исповедь айтылмайды. Өйткені бұл жерде халыққа қай жерде бір жерде болса да әйтеуір айтылу керек деп ойлаймын.